Ағаларымыз насылдым. Ай тұтылу кіреберісі жақында бітеді. Соған орай ата-баба аруақтары, ата-баба рухына тағзым ету үшін қазір шырақ жағам, бәйіт оқимын. Әулетім даңқы үшін, мерейі, мәртебесі үстем болу үшін шырақ жақтым. Қасиетті Тәңірлі Құдай, бүгін өзіңе жалбарынам. Әулетімнің сауығып тазалану үшін шырақ жақтым. Қасиетті Құдай, Құдайым, жаным сол, жаратушым, әулетімдегі барлық тірі қайтқан жандарды біліп білмей істеген күнәлар үшін, әр іс-қимылдары, шетінеп кеткендер, алдырып тастағандар, қыршын кеткендер, дуа сиқыр жасағандар, қолдарынан жаманшылық жасап, ауыр көз жұмғандар, бөтен әулеттерге кесірлер тигізгендер үшін, дөрекіліктер жасағандар үшін, алаяқтық жасағандар үшін, қорқыныш үрейде өмір сүргендер үшін, сатқындық жасағандар үшін, зорлық жасағандар үшін, адам өліміне қатысы бар үшін, өзіңнің заңдылығына қарсы шыққан әр әулетімдегі жандар үшін кешірім өтінем, кешірім сұранам. Жаратушым, жұбатушым, әділеттім, әулетімдегі тірі қайтқан жандардың бір-біріне мейірімдері, бір-біріне бауырымдылығы, бір-біріне жақсы көрулері, ерлі-зайыптылардың арасындағы махаббат, ата-ана арасындағы мейірім, шапағат, ата-баба арасындағы дәуірлер, ғасырлар ұштасып келатқан бір-біріне деген сүйіспеншіліктер арта түссін. Әулетімде өзіңнің ғажап күш-қуатын, мейірімін, өзіңнің қамқорлығын, өзіңнің махаббатын, әділетті заңдылығында өмір сүруімізге, осы жарық өмірді таңдап, осы жарық дүниеде өмір сүруіміз үшін рұқсатыңды бер, кешіріміңді бер. Ата-бабадан келатқан қандай кесапат, кесірлер, қарғыстар, жаман бағдарламалардың бәрі жойылсын, бұзылсын, ұрпақтарымыз аман-есен өсіп өнсін. Айтқаным айтқан, сұрағаным сұраған.